Білесіздер ме, 1898 жылы Ресейде Шыңдау қамбаға дүниеге келген. Оның есімі Порфирий Иванов. Ол 35 жасында қалың киімдер мен аяқ киімдерден бас тартып жыл бойы тек шорты киген. Оның бұл эксперименті 50 жылға созылған. Осынша жылда ол өзінің дене температурасын тұрақты ұстауды үйреніп далада құдды бір жаз болып тұрғандай жүрген. Ал енді елестетіп көрейік. Егер әлемде тек жаз мезгілі болса, қазіргі уақытта ең жылдам жаз Арктикада өтеді. 10 күн немесе мүлде болмайды. Ал тропикте жыл бойы ауа температурасы 25 градустан төмендемейді. Біздің жағдайда бүкіл әлем курортқа айналар еді. Қазір әлемдегі ең ыстық жерде шөл даласы. Бұл жерде ауа температурасы +70 градусқа дейін жеткен. Бұл температура тамақты құмның үстінде пісіруге жетеді. Ал әлемде тек жаз болса, мұндай ыстық жерлер өте көп болады. 40 градус ауа температурасында адам организмінде жарты литр су буға айналады. Мұндай жағдайдан кейін көптеген адамдар сусыз қалуы мүмкін. Егер қазір күніне 3 литр су ішу қажет болса, онда сізге күніне 10 литр су ішуге тура келеді. Көптеген адамдар салқындау үшін тәулік бойы балмұздақ жейтін еді. Қазіргі уақытта әлемде 200 миллиардқа жуық масалар қыста ұйқыға кетеді. Ал әлемде тек жаз болса, масалар саны 2 есеге дейін артады. Бұдан сізге құтылу өте қиын болады. Сонымен қатар көбіне жазда пайда болатын аллергияның 100 түрі бар. Ал егер әлемде тек жаз болса, көптеген адамдар аллергияға ұшырайды. Адам организмі бар жоғы 26 минут 104 градус ауа температурасына ғана шыдайды. Адамдарға қатты ыстықтан қорғану үшін өздеріне термокостюмдерді сатып алуға тура келеді. Қазіргі уақытта жыл сайын 50 орман өртке оранады. Ал тек жаз болғаннан кейін бұлардың саны өсіп, бұлар ұзаққа өртенеді. Кейбір жерлерде құрғақшылық болып, құрғақшылықтан көптеген өсімдіктер қурап қалады. Тұрақты ыстықтан кейін әлемдегі алып мұздықтар еріп, 25 жылдан кейін әлемдегі бүкіл жерді су басады. Су басқаннан кейін адамзат саны төмендеп, адамзат орнына балықтар мен су жануарлары тұрақтайды. Яғни мәңгілік жаз болғаны жақсы ма? Әрине жоқ, себебі табиғатта өзіміз үйренген 4 мезгіл бар. Сонымен бұлардың әрқайсының өзіндік қызықтары бар. Альянс каналынан тағы басқа қызықты видеоларды көргің келе ме? Онда біздің каналға достармен бірге жазыл.